қызықты дерек. Ассалаумағалейкум, қазақ арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан жайында жаһанда болып жатқан ең сол жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда ең арзан пәтерлер қай қалаларда орналасқан? Қараша айында еліміздің 4 қаласында тұрғын үй құны басқа еркендерге қарағанда азырақ болған. Храна.кз сайтының мәліметінше, бұл тізімде Қызылорда көш бастап тұр. Бір бөлмелі үйлер 7,5 миллион теңге, 2 бөлмелі 12 миллион, сонымен қоса 3 бөлмелілер 16 миллион теңге болған. Ал кейінгі 3 орында Тараз, Талдықорған, Жезқазған қалалары иелеген. Өңірлердің бір бөлмелі пәтерлерінің бағасы 9,5 миллион, 10,5 миллионға дейін. Ал 2-3 бөлмелі пәтерлер 21-23 миллионға дейін. Ең қымбат баспана Алматыдағы тиесілі. Ондағы бір бөлмелі пәтердің өзі 24 миллионды құраған. Ал 2 және 3 бөлмелі пәтерлер 36-44 миллионды құрап тұр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.